Мына видеода халық ойлап қалыпты, мен тағы да өзіме басқа адам тауып алды деп. Бірақ бұл видеода мен тек қана әйелдің осындай кезеңдерден өтетінін ғана видеоға көрсеттім. Видеодағы жігіт актер ғой деп жазбай қалдырған Зухраға оқырмандары Бексұлтанмен қосылыңдар, бала өз әкесімен өскені дұрыс деп жазды. Бұған Зухра лай деп жауап берді. Сіздерге айту оңай, күніне 1045 рет осындай хат алып шаршадым. Адам отбасымен емес, басқа әйелді таңдап, отбасынан ойран етіп тастап кетсе не істеу керек? 4,5 жыл әркез ренжісіп қалғанда мен кінәлі болмасам да өзім кешірім сұрап қосылатынмын. Не үшін? Өйткені жақсы көрдім, қинамадым, отбасын сақтағым келді. Кейбірі мені балаға қарамай қаңғырдың дейді. Мен 1 жылда сол адаммен, сол адамның анасымен тұрамыз деп, үй салайын деп, тезірек бітіп кіріп алсақ екен деп емшектегі баламды тастап, шапқылап жұмыс жасадым. Менің үлкен баламды шектетіп, сенің балаң сүйкімсіз деген сөзді естіп, олар тыныш болсыншы деп Ерасылды өз мамамдарға да беріп жібергенмін. Осы адаммен бақытты тұрайыншы деп. Бірақ бізде әйелдің жауы әйел дейді. Сен дұрыс болсаң еркек кетпес еді. Байдан байға тиіп жүрсің деп түрлі жазатын қараңғылар бар. Менің аяқ киімімді кимей жатып, маған артық сөз жазбай-ақ қойыңдар деп жауап беріп жазба жариялады. Және де тағы да бір оқырманы, Бексұлтандай жігітті таппайсың, ақылды қарапайым, өзімнен деп ойлаймын. 3-ші бай қарық етпейді деп жазған оқырманына, жарайды, сол адам ғана жақсы болсын, мен ақ жаман болайын. Но, менің өз шындығым бар. Иманды сөздерді айтқан дұрыс-ақ, бірақ сол сөздерге сай істе әдемі болса баға жетпес еді ғой. Мен слишком аңқалдағы адамын. Маған шын сезім керек болды. Бірақ өгізін судан өткізгенше қасымда болып, одан кейін тағы бір баламен мені тастап, еще содан кейін мен неге елден сөз естуім керек? Мүмкін мен қазір артық айтып жатқан шығармын. Бірақ бүгін мен қатты жыладым. Неге мен сондай адамға жолықтым деп. Сөз кімге тиеді? Әрине әйелге. Мен ғана емес, ол да 2 рет ажырасып отыр. Бірақ барлық өмірдің де, елдің де сөзін кішкентай жаралы жүрегіммен неге мен көтере беруім керек? Жығылғанға жұдырық деп мені кінәламай тұрып, өз қыздарыңыздың болашағын ойлаңыздар. Кім кепіл осылай бір жылтыр адам бірге тұрып, баласын туғызып, басқа қыздармен ойнас жасап кетпесіне? Бастарыңызға келіп жүрмесін. Менің өкінетінім, тағы да бір жылтыр сөзге мас болып, қаншама жыл өмірімді түкке тұрмайтын адамға зая кетіргенім. Менің айтарым өте көп, тамағымды ауыртып кернеп тұр. Өз-өзіме сабыр деумен келе жатырмын. Просто күнде неше түрлі толған ақпарат, не болса да осы күнге дейін сол адамға адал болдым. Бәлкім, іштей күткенде шығармын. Миыммен, ойыммен жіберу қаншалықты қиын екенін білесіздер. Махаббаттан жолым болмады, өкініштақ. Мен түнді ұнатпаймын, өйткені өз ойыммен жалғыз қалғым келмейді. Өз ойымды тек қана жұмысқа салып, басқа ештеме ойлағым келмейді деп, ішіндегі сырымен бөлісіп жазба жариялады. Дегенмен де, ең әуелі Алла өзі реттеп береді сізге. Дәл қазір намазымды оқып болдым, сізге дәл қазір дұға тіледім. Сізде бәрі жақсы иншалла, әрі қарай керемет болады. Сіз біз ойлағаннан да машаллах деп дұға тілектерін арнап жатқан оқырмандар да өте көп. Ал сіздер бұл туралы не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.